Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі енді сабағымызды жалғастырамыз. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру пәні бойынша тағы бір маңызды сондай жан-жақты талдап кететін бір тақырыптың бірі ол қызметтік жалғандық тақырыбы, және де осы жағында мүдделер қақтығысы деген тақырып. Сонымен қосымша тағы жағында қызметтегі салғырттық, бұрын салақтық дейтінбіз, салғырттық тақырыбы. Енді бірінші жағында кезек-кезекпен айта кетейік. Біз әрбір сабағымызда да айтамыз, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 9-шы бабында егер сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру демек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыру көрсетілген болса, осы жағындай сананы қалыптастыру, қарсы тұра білу, жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыру мақсатында осы қызметтік жалғандық дегеннің не екенін, және де мына мемлекеттік қызметтегі мүдделер қақтығысы, бұл коммерциялық ұйымдарда да кездесетін мүдделер қақтығысы, және де осы қызметтегі салғырттық деген тақырыптарды білу өте маңызды. Бүгінгі сабағымызды біз тағы да енді 2 лекцияға бөлеміз, 2 бөлімге. Бүгін қазір бірінші бөлімін айтып кетейік деп тұрмыз. Демек, осы жағындай қызметтік жалғандық дегеніміз не? Ал келесі жағындай сабағымызда мүдделер қақтығысы және де қызметтік салғырттық айтып кететін боламыз. Енді осы қызметтік жалғандық, демек қылмыстық кодексте 369 бапта қызметтік жалғандық әрекетіне диспозиция көрсетілген норма демек. Қызметтік жалғандық дегеніміз не енді? Қызметтік жалғандық дегеніміз, егерде лауазымды тұлға мемлекеттік қызметші өз мемлекеттік аппаратта, мемлекеттік қызметте қызмет атқарып жүріп, қандай да бір ресми құжаттарға жалған ақпарат енгізетін болса, жалған ақпарат, жалған жағындай мәліметтер енгізетін болса, цифрды өзгертетін болса, яки болмаса шифрды, болмаса қандай бір жазбаларды, сол тексттің ішіндегі, ресми құжаттың ішіндегі текстті, мәтіннің жағында кейбір сөздерін өзгертетін болса, өзгертіп басқаша жағында жазып, мөрді жағында, және сол мекеменің мөр табаны басылып, қол қойылатын болса, бұл ресми құжатқа жалған қызметтік жалғандық. Бұл ресми құжатқа мемлекеттік қызметтен, мемлекеттік органнан шығатын ресми құжатқа жалған ақпараттар енгізу әрекеті болып саналады. Демек, бұл жерде қызметтік жалғандық. Қандай жалғандық? Қызметтік деп ат етіп тұр өзі. Демек, мемлекеттік қызметте қызмет атқара жүріп, жалғандық жасау. Демек, ресми құжаттарға жалған ақпарат енгізу дегенді білдіреді. Ресми құжаттарға жалған ақпараттарды, жалған мәліметтерді, жалған жағында шифрларды, жалған қандай да бір цифрларды жағында, жалған қандай да бір жағында текстті өзгерту енгізу деген сөз. Енді осы жерде біз 369 баптың қылмыстың құрамын талдап кетуіміз керек. Біз объект, осы барлық сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстарда қылмыстың объектісі мемлекеттік аппарат, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік басқару жүйесі болып табылады. Объективтік жағы әрекет, бұл жерде әрекет қандай? Не істеу? Қызметтік жалғандық жасау. Не істеу? Жалған ақпарат енгізу, жалған ресми құжатқа жалған мәліметтер енгізу, цифрды өзгерту, болмаса жағында текстін өзгерту болып саналады. Субъективтік жағында әрекет қасақаналықпен жасалады, тікелей қасақаналықпен. Өйткені лауазымды адам өзі жағында ресми сол мемлекеттік органның құжатына, ресми құжатқа жалған ақпарат енгізіп жатқанын, жалған мәлімет енгізіп жатқанын, цифрды өзгертіп, басқа жағында цифрды қойып жатқанын біледі, әрекеті қылмыс екенін, заңға қарама-қайшы екенін біле тұра, саналы түрде, ерікті түрде сол әрекетті жүзеге асырады. Демек, сол қылмыстың болуын тілеу деген сөз. Қасақана жасалған қылмыс пен абайсызда жасалған қылмыстар қылмыстық кодексте 20-шы бап пен 21-ші бапта көрініс тапқан. 21-ші бапта абайсызда жасалған қылмыстар, абайсызда менмендікпен, абайсызда немқұрайлықпен жасалған қылмыстар көрсетілген. Ал қылмыстық кодекстің 20-шы бабында қасақаналықпен
тікелей қасақаналықпен және де жанама қасақаналықпен жасалған қылмыстар көрсетіледі осы жерде. Енді біз осы жерде жаңағыдай айта кеткіміз келіп тұр, қосымша санкция. Біз енді санкцияға келетін болсақ, осы жерде жаңағыдай санкциясында 2 жылға дейін, бірінші бөлімде 2 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығынан айыру, екінші бөлімде 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру, үшінші бөлімде 3 жылдан 6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілген. Демек, егер 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көрсетілсе, ол жаңағыдай бірінші бөлігінде, демек ол жаңағыдай кішігірім ауырлықтағы қылмыс болып саналады. Екінші бөлігінде 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілсе, ол орташа ауырлықтағы қылмыс. Үшінші бөлігінде жаңағыдай 6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілсе, ол демек ауыр қылмыс болып саналады. Ауыр қылмыс болып сараланады. Өйткені қасақана жасалған қылмыстық әрекет үшін 5 жылдан астам, бірақ 12 жылдан аспайтын максималды жаза 12 жылда, 12 жылдан аспайтын қасақаналықпен жасалған қылмыс үшін бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілсе, ол ауыр қылмыс болып саналады. Осы жерде жаңағыдай қызметтік жалғандық қылмысы бойынша мемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік аппараттың қызметшілері, лауазымды адамдар жауапқа тартылады деп белгіледік қой. Ал енді мынандай да сұрақтар туындайды кейде. Коммерциялық ұйымның қызметшілері, кәсіпкерлер, болмаса жаңағыдай бір холдингтің, компанияның жаңағыдай қызметшілері, ұлттық холдингтің, компанияның қызметшілері, банктың қызметшілері де бар. Ол жерде коммерциялық банк, болмаса ұлттық банкының мемлекеттік акция 100%, 50% жаңағыдай акционер мемлекет меншігіндегі банктердің қызметшілері осындай қызметтік жалғандық жасаса, жалған ақпарат, жалған құжат даярласа, ол осы қылмыстық кодекстің 369 бабымен жауапқа тартылады ма, әлде қалай болады дегендей сұрақ туындайды. Бұл өте жақсы сұрақтар. Осы жерде біз ара-жігін ажыратып кетуіміз керекпіз. Егер ұлттық банкының қызметкерлері болатын болса, соның үшін ұлттық банкының төрағасы, ұлттық банкының төрағасының жаңағыдай орынбасарлары, болмаса ұлттық банкының филиалдарының төрағалары мен басшылары мен оның жаңағыдай орынбасарлары қызметтік жалғандық жасаса, жалған құжаттар даярласа, пайдаланса, онда жаңағыдай қылмыстық кодекстің 369 бабымен сараланады. Ал енді ұлттық банкының басқа да өзге де қызметшілері жалған құжаттар даярласа, ол қылмыстық кодекстің 385 бабымен жалған құжаттарды, жалған мөртабандарды даярлау, пайдалану, өзге адамға беру қылмысы бойынша жауапқа тартылады. Коммерциялық ұйымдарда акционерлер, жаңағыдай кәсіпкерлер, бизнес өкілдері қызмет бабын атқарып жүрген кезде қандай да бір сол жалған құжаттар даярлайтын болса, жалған мөртабан, жалған жаңағыдай бір сол құжаттың мәтіні толық жалған жаңағыдай құжаттар дайындайтын болса, біз орысша подделка документов дейміз. Онда ол факті бойынша да бұл әрекет қылмыстық кодекстің 369 бабымен емес, 385 бап бойынша жауапқа тартылады. Неге сараланады? Өйткені коммерциялық ұйымның басшылары, қызметшілері, акционерлер, жаңағыдай жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің басшылары, қызметшілері, коммерциялық банктың басшылары, қызметшілері барлығы олар мемлекеттік қызметшілер болып саналмайды. Демек, мемлекеттік қызметші лауазымды тұлға мемлекеттік аппараттың қызметшілері болмағандықтан, бұл жаңағыдай статус жоқ болғандықтан, бұндай жаңағыдай лауазымды адамдар коммерциялық ұйымның қызметшілері жалған құжат даярласа, 385 баппен жауапқа тартылады. Қылмыстық кодекстің жалған құжаттарды, мөртабандарды дайындау және де басқа адамға беру. Осы жерде біз тағы да бір мына алдыңғы сабағымызда пара беру, пара алу, парақорлық туралы айтып кеттік қой. Осы жерде жаңағыдай да қосымша осы бір коммерциялық ұйымдар туралы тақырып қозғалғаннан кейін тоқтап кеткім келіп тұр. Осы жерде өзі сыбайлас жемқорлық қылмыстарын талдаған кезде тақырыптардың барлығы бір-біріне сабақтас байланысты. Оны бөліп айтуға болмайды. Өйткені кейде көптеген жағдайларда
бір сыбайлас жемқорлық қылмысы басқа да бірінші сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен тығыз байланыста бір уақытта бір мезгілде атқарылып та жасалып жатады. Пара алумен жаңағыдай әсіресе пара алу, пара берумен осы қызметтегі жалғандық, служебный подлог көп жағдайда бірге жасалып отырады жаңағыдай. Яки болмаса қызмет өкілеттігін теріс пайдаланумен осы қызметтік жалғандықта етене бір бағытта бір мезгілде жасалып жататын фактілер көп кездесіп жатады. Сол секілді осы жерде мынандай да сұрақ туындауы мүмкін, көп менен де кейде сұрайды адамдар. Егер де осы коммерциялық ұйымның қызметшісі болатын болса, акционер болса, кәсіпкер болса, бұл енді мемлекеттік қызметші емес, ал бірақ пара алса, жаңағыдай оның әрекеті қылмыстық кодекстің 366 бабымен жауапқа тартылмайды, әрине, өйткені мемлекеттік қызметші емес. Ал енді коммерциялық ұйымда басшысы, қызметшісі пара берсе де, ол енді 366 баппен емес, бірақ қандай баппен жауапқа тартылады? Қандай жерде қылмыстық кодекстің статьясы бойынша сараланады деген сұрақтар болады бұл жерде. Енді көрдіңіз бе, егер де мемлекеттік қызметте, мемлекеттік аппаратта, мемлекеттік органда қызмет атқарып жүріп, бірақ жаңағыдай көрдіңіз бе, өзі сол мемлекеттік аппараттың, мемлекеттік органның басшысы емес, тек қана сол қызметшісі ғана қандай бір өзінің лауазымды өкілеттіктерін, қызметтік өкілеттіктерін орындау мақсатында қызметтік функцияны жүзеге асыратын қызметшілер болатын болса, онда ол адамдар, ол қызметшілер жаңағыдай мемлекеттік қызметші болып саналмайды, және де осы жаңағыдай қылмыстық кодекстің 247 бабы бойынша заңсыз сыйақы, егер де жаңағыдай пара алған болса, қандай бір сыйақы пара алатын болса, заңсыз сыйақы бойынша қылмыстары сараланады, қылмыстық кодекс бойынша. Бұған мысал келтіріп кетуге болады. Егер дәрігерді алатын болсақ, дәрігер ауруханада дәрігерді алатын болсақ, дәрігер негізі мемлекеттік қызметші болып саналмайды. Бірақ ол көрдіңіз бе, бұл аурухананың өзі жаңағыдай қазыналық кәсіпорын, мемлекеттік қазыналық кәсіпорын болып саналады делік. Демек 100% мемлекеттің меншігіндегі кәсіпорын, мемлекеттің меншігіндегі мекеме, мемлекеттік бюджеттен қаржыланады қызметшілердің барлығы. Ал енді сол мекеменің, аурухананың бас дәрігері мемлекеттік қызметке теңестірілген ретінде мемлекеттік қызметші болып саналады, бас дәрігер. Ал оның орынбасарлары мен өзге де жаңағыдай бөлім басшылары, дәрігерлер, олар мемлекеттік қызметшілер болып саналмайды. Сондықтан да ондай дәрігерлер алған сыйақы, ол пара қылмыстық кодекстің 366 бабы емес, 247 бабы бойынша заңсыз сыйақы алу қылмысы болып сараланады бұл жерде. Айырмашылықтарды өстіп айырып отыру керек, талдап ара жігін ажырата білу керек деген тұр. Сол секілді, мынау мемлекеттік, мен жалпылай, мысалы үшін жаңағыда көрдіңіз бе, айта кететін болсам, бір мемлекеттік университеттің ректоры делік. Мемлекеттік университеттің ректоры, одан мемлекеттік университет өзі мемлекеттік мекеме болғандықтан, мемлекеттік қазыналық мекеме болғандықтан 100% мемлекеттік меншігіндегі мемлекеттік бюджеттен қаржы бөлінеді бұл жерде. Ол жаңағыдай мекеменің басшысы ректор бұл жерде жаңағыдай мемлекеттік қызметшіге теңестірілген ретінде мемлекеттік қызметші болып саналады. Теңестірілген ретінде. Ал енді ол ректордың орынбасарлары, проректорлар, декан, кафедра меңгерушілері және де оқытушылар, сол оқу орнының қызметшілері, қызметкерлері, педагог қызметкерлері, олар барлығы мемлекеттік қызметшілердің құрамына кірмейді. Демек, азаматтық қызметкерлер ретінде саналады. Сол үшін дейінде университеттің деканы бір заңсыз сыйақы алатын болса, бұл жерде де қылмыстық кодекстің 366 бабы бойынша жауапқа тартылмайды. Керісінше 247 бап бойынша заңсыз сыйақы алған ретінде жауапқа тартылады бұл жерде. Коммерциялық ұйымдарда, акционерлік қоғамдарда, әртүрлі жаңағыдай жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерде,
мынау өндірістік кооперативтерде, бизнес мынау ортада, мынау жалпы шағын бизнес, орта бизнес өкілдерінің, мынау акционерлік өкілдер, акционерлердің, заңды тұлғалардың, коммерциялық ұйымдардың басшылары, орынбасарлары, қызметшілері қандай да бір сыйақы, ақша, пара алатын болса, ол заңды тұлғалардың, ол қызметкерлердің жауаптылығы қылмыстық кодекстің мынау 250 қазір кешімізде 253 бап. 253 бапта көрсетілгендей, параға коммерциялық сатып алу қылмысы бойынша жаңағыдай сараланады. Демек, коммерциялық ұйымның басшысы заңсыз сыйақы алатын болса, ол жаңағыдай көрдіңіз, коммерция қылмыстық кодексінің 253 бабымен сараланады. Ондай тұлғаның қылмыстық әрекеті. Сол секілді кез келген жаңағыдай адамдарда мынау коммерциялық ұйымның басшысына, коммерциялық ұйымның қызметшісіне заңсыз сыйақы беретін болса да, 253 баппен коммерциялық ұйымның басшысына заңсыз сыйақы берген бойынша осы қылмыстық кодекстің 253 бабымен сараланады. Осы жерде мен қылмыстың субъектілерін, былайша айтқанда, мынау парақорлық қылмыстары бойынша да, қызметтік жалғандық қылмысы бойынша да, жалпылай сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстарды бойынша қылмыстың субъектілері, қылмыс жасаған адамдардың ара-жігін ажыратып отыруды көрсетіп отырмын, былайша айтқанда да. Демек, байқап отырғанымыздай, мысалы үшін 366 бап пара алу, барлық жаңағыдай лауазымды тұлғалардың толық дерлік барлығына, адамдардың бәріне бірдей қолданыла бермейді екен. Сол секілді 247 бапта, 253 бапта жаңағыдай өзі субъектінің жаңағыдай қайда қызмет атқарады, сонысына орай сараланып отырады. Егер алдында айтқанымыздай, ол коммерциялық ұйымның басшысы болатын болса, онда қылмыстық кодекстің 253 бабымен сараланады. Мемлекеттік органның басшысы я қызметкері болса, 366 баппен сараланады қылмыстық кодекстің. Бұл жерде де енді мен осы сабағымды қорытындылап келе жатырмын. Қорытындылай келе мен айтқым келіп тұр. Осы жерде де бір ескеретін жағдай, егер де осы жағдай мейлі ол медицина саласы болсын, сол экология саласы болсын, коммерциялық ұйымдар болсын, бизнес, мынау кәсіпкерлік орта болсын, шағын кәсіпкерлер, орта кәсіпкерлер болсын, жаңағыдай кез келген жеке азаматтар болсын, өстіп жаңағыдай сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасаған кезде жасардан бұрын қандай да бір осы жаңағыдай осы қылмыстар жайлы толыққанды ақпаратты болса, былай жаңағыдай ақпарат алып жүрсе, білім алып жүрсе, әртүрлі жаңағыдай ресми, доктриналдық осындай түсіндірмелерді қабылдап, тыңдап жүрген болса, жан-жақты өстіп ақпаратты болса, сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша құқық бұзушылықтар жайлы және де осы сыбайлас жемқорлық қылмыстарына тағайындалатын жазалар бойынша нақты ақпаратты болса, онда ондай тұлғалардың, ондай адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы санасы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті өте мықты болады. Көп рахмет тыңдағандарыңызға. Мен енді үйге тапсырма айтқым келіп тұр студенттерімізге. Қылмыстық кодексте 369 бап бар, 369 бап, 247 бап, 253 бап. Осы 3 бапты оқып, үйде танысып келуді тапсырамын. Көп рахмет.